әлемде ең аз оқитын мемлекеттің біріміз біз. Сайлау болатыннан бір күн бұрын мен желіге пост жаздым. Мұғалімдер ұрлыққа бармайық. Біз бүгін ұрлыққа барып, ертең балаға адал боламыз деп айта алмаймыз деп. Әкімдіктен тартып тұрды, Көлгіновтің өзі жеке қабылдап лекция оқыды. Бір кесе қосады, біресе ажатта бір быт-шыт бірдемелер жасалып жатады, неге олай? Егер заң бұзба деп айту күнә болса, кінәлі қылайды. Жаңа министр келе салғаннан кейін бірінші әрекеті сол бағанағы Айман бар, Мейіржан бар, тағы 2 мұғалім, 3 мұғалім, 3-4 мұғалім сотқа беруден басталды. Сол жердегі оқушының бәрі айтады екен. Осы оқып бітірем, шекараға кетемін деп. Менің мектебіме сайлау учаскесін қойған жоқ. Армысыздар, қадірлі көрермен. Бүгінгі әңгіменің ашық алаңында қонақта Аятжан Ахметжан келіп отыр. Қош көрдік. Сондай-ақ әріптесім Асылхан Мамашұлы. Қонақтаймыз бірақ. Руслан Ербота. Айекең бүгін шақырып отқан себебіміз былай. Мен өзім өткенде бір нәрсені байқадым да екен. Мына Қызылордаға бардым, Жаңақорған ауданына барғам. Сонда үлкен кент қой енді. Аудан орталығы жаңадан бір шет жағынан құрылыс басталып жатыр екен. Жақсы үйлер салынып жатыр, көп, жаңадан микрорайон ғой. Сонда қарасам, анау тұрған 2 қабатты мектеп дейді. Аржанда тұрған бір тағы 200-300 метрден кейін тағы бір мектеп тұр. Одан кейін тағы бір мектеп. Бір кішкентай аяда жерде бірнеше мектеп бар да. 5-6 десең көп болып кетер, 4-5 мектеп бар ма деп ойлап қалдым. Сосын бұл не қылған мектеп деп сұраймын ғой, сөйтсем барлығы жекеменшік мектептер. Сол жекеменшік мектептің иелері кәдімгідей әл-ауқатын түзеп алған көрінеді. Бәрібір де емес шығар, бірақ кейбіреулері сондай сияқты. Пайдасы мен зияны қандай деген бұл сұрақ туады екен. Сосын сіз шақырдық, енді қаласында танымал бренд болды ғой сіздің басқарып жүрген қазір өзіңіздің мектептеріңіз. Сіздің ашық пікір айтасыз. Қазбілім ұлттық лицейі. Қазір Қазақстанның біраз жерінде бар сіздің мектептеріңіз. 8 қалада 9 мектеп. 8 қалада. Демек сіз бұл проблеманы жақсы білесіз ғой. Кейінгі жылдары мемлекет өзі жекеменшік мектептерге жағдай жасаймыз деп уәде беріп отыр ғой. Қаншама уәде беріп, ақшасын да беріп жатқан сияқты. Бірақ енді осының қаншалықты пайдасы бар, қаншалықты зияны бар? Әлемдік трендке, әлемдік үрдіске қарасаңыз, мектеп толыққанды бір ауысымды жүйеге ауысып жатыр әлем. Енді 2 ауысым деген жүйе некен саяқ мемлекеттерде бар. Ал біз 3 ауысымдыны жоя алмай жүрміз. Сондықтан мектеп жетіспегендіктен мемлекетте таңдау жоқ бұл бағыттан. Қаласа да жекеменшік мектептерге ашылуына мүмкіндік жасайды, қаламаса да жасайды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, біреусі биби-бум деп айтады, басқа деп айтады. Қазіргі таңда халық көбейіп жатыр ғой. Оқушының саны биыл енді 3.950.000 шамамен 4 миллион оқушы бар. Алдағы 5 жылда оқушының саны 5 миллионнан асады дейтін жоспар бар. Ал 5 миллион оқушыға алдағы 5 жылда қанша 369 жайлы мектеп жұмырына жүк болмайды. Оның сыртында басқа дүниелер бар. Сондықтан бұл жекеменшік мектептердің ашылуы табиғи үрдіс. Мен жекеменшік мектептердің ашылуынан қорықпаймын. Жекеменшік мектептердің кімдердің ашып жатқанынан қорқам. Мәселе сол ғой. Қазір мен жекеменшік мектептерді ашып жүрген 2-3 түрлі бағытты білеміз. Біреусі енді біз сияқты білім саласының мамандары, белгілі бір деңгейде білім саласынан кәсіп жасап жүрген. Екінші жекеменшік мектептердің ең көп ашып жатқандар олар құрылыс саласының мамандары. Құрылыстың білімге не қатысы бар? Қазіргі мысалы Қазақстандағы ең танымал және ең көп оқушысы бар жекеменшік мектеп ол бином мектептері. Айдын Рахымбаевтың ба? Айдын Рахымбаевтың. BI Group. Тура сол сияқты құрылыс компаниялары, жекеменшік мектептер салып жатқан құрылыс компаниялары өте көп. Бұл сонда табыс көп па? Болмаса жаңағындай білімді саналы ұрпақ тәрбиелейік деген бір... Енді 2 түрлі бағыт қой, 2-3 түрлі бағыт. Бағанағы сөзімді аяқтай салайын, бұл 2-ші бағыты. 3-ші бағыты бар, бұл шетелдік миссионерлік бағыттағы жекеменшік мектептер. Бұл ауыр, үлкен қалаларда құрылтайшылары әртүрлі, мысалы Астананың өзінде испан мектебі, неміс мектебі, француз мектебі, орыс мектебі, ағылшын мектебі әртүрлі.
Ол миссионерлік мектептер деген бұрыннан бар нәрсе ғой. Ол мемлекеттің қолдауына олар мұқтаж емес қой. Олар өздері келеді, өздері ашады. Ол бұрыннан бар ғой. Олар ана белгілі бір дінді насихаттайды. Сол діннің соңында жүреді. Солар емес пе? Сондай емес пе мен? Бұл енді миссионерлік десе біз дінді ғана қарастырамыз ғой. Ол енді қазіргі немде ол идеологиялық бағыт. Мысалы, менің қорқатыным мынау, кезінде өздеріңіз білесіздер, осы Ресей 2022 жылы Украинаға соғыс аша салған жылы біздің орыс мектептер мемлекеттік, аралас мектептер Путиннің диктантын жазғызған жағдайлар болды. Русский мирдің айналасындағы шаруалар бар, басқа. Ал жекеменшік мектепте олар ертең не істейді? Орыс мектептеріне, мемлекеттік мектепте бұған дейін де талай баспа бетінде басқа да көтерілді. Оқулықтар жинап қойып, Ресейдің оқулықтарымен оқытатын мектептері, мемлекеттік мектептерде болды. Өздеріңіз білесіздер, бір жыл бұрын шу шықты, мемлекеттік мектептің балаларын Қырымға лагерьге кеткен. Ал жекеменшікте оны ешкім біліп жатқан жоқ, қайда кетті? Қырым түгіл. Жоқ, бір нәрсе бар емес пе? Мысалға, жекеменшік болсын, ол мемлекеттік мектеп болсын, олардың бәрі мемлекеттің ортақ бағдарламасы бар емес пе? Сол бағдарламаның аясында оқытпай ма? Ол бақылауда болмай ма? Сондай заңды құқықтық мемлекетте өмір сүреміз деп ойлайсыз? Үміттенемін. Сіздің үмітіңіздің ақталмай жатқан өзіңіз менен жақсы білесіз ғой негізі. Ол жерде таза бұқаралық ақпарат құралдарының өзінде де әртүрлі пропагандалық идеологияны жүргізіп отырған, діни идеологияны жүргізіп отырған, оны беске білесіз. Ал ол кабинеттің ішінде не болып жатқанын сіз ештемесін де білмейсіз. Сондықтан менің қорқытатын осы бағыт. Мысалы, сізде өзіңізде жеке мектеп бар. Сіз қандай стандартпен, қандай бағдарламамен оқытасыз? Мемлекеттік бағдарлама жоқ, өзіңіз жасап аласыз ба? Мемлекеттік стандартты негізге аламыз, плюс өзіміз қосамыз. Өйткені мемлекеттік стандарт ең төменгі деңгей, мысалы, ол 3 ауысымды, 2 ауысымды мектеп болсын, 1 ауысымды мектеп болсын, бәріне арналған қарапайым мемлекеттік стандарт. Оның ішінде негізгі бөлік болады, таңдамалы бөлік болады. Таңдамалы бөлікті белгілі бір деңгейде өзің авторлық бағдарламалармен қоса аласың. оның үстіне өзің қосуға болатын таңертең кешіп жатқан жоқтатындықтан бағдарламалар қосыласыз. Бізде негізінен енді мектептеріміз 5-11 сыныпқа арналған. 5-9 сыныпта негізінен мемлекеттік бағдарламамен оқимыз. Плюс қосылған сабақтар бар. Мысалы, домбыра сабағы, шахмат сабағы, тоғызқұмалақ сабағы, жазу өнері деген сияқты. Бірақ түсінгенім, жаңағы білім басқармасынан келіп, сендер мынаны оқытып жасыңдар, мынаны оқытуға болмайды деп, өйтіп қадағалап тұрған ешкім жоқ. Жоқ. Біздің оқу жоспары бекітеміз, негізгі мемлекеттік стандарт сақтай отырып. Ал одан артық не оқытасың деген сұрақты ешкім жалғыз қоятын адам ата-ана ғой. Одан артық не оқытасың мен балама дейді. Ата-анаң өзі білмейді ғой қазір не оқытып жатқанын. Әке, сіздің жаңа қаупіңізді түсіндім. Миссионерлік мектептер енді не істеп жатқанын бір құдай білсін деп отырсыз ғой. Жарайды, енді ол қанша деген бәрібір аса көп емес шығар ол. Бар ғой олар енді, бірақ көп емес деп ойлаймын. Көп. Соңғы жылдары қатты көбейді. Ал мынау нелер ше, мына кәдімгі аудан орталықтарында ашылып жатқан мектептер, олардың сапасы қалай? Олар шынымен де сапалы нәрсе ме, жоқ әлде әйтеуір мектеп ашқан жөні секен деп ашып, ақша табудың ғана жолы ма? Өйткені мемлекет көп ақша береді деген субсидия. Жалпы сапа деген дүниені мен өз басым меншікпен өлшемеймін. Меншікпен өлшеу қателік деп бағалаймын. Бізде ғана жекеменшік университеттер кезінде оңтүстіктегі рең емес, бірақ Көкшетауда да жекеменшік университет бар ғой, дипломның атақты сатқыш. Сондықтан оңтүстік қана емес, солтүстікте де бар деп айтқым келеді, ренжіп жүрмес ертең. Жалпы сол деңгейде ойлайды да, бірақ Қазақстанда ең мықты университеттердің алдында да жекеменшік университеттер тұр ғой. Мысалы, сондықтан бұл сапа меншікке байланысты емес. Мен білетін жекеменшік мектептердің ішінде өте мықты мектептер бар. Мемлекеттік мектептерге кәдімгі бәсекелес болып отырған жекеменшік мектептер бар. Ақша тауып отырған жекеменшік мектептер де бар. Бұл жерде бір ғана дүние салмақ ата-анаға түседі. Нақты сапаны бағалау, қадағалау. Енді жекеменшік мектептердің құны да Қазақстанда ешқандай логикаға сыймайды. Қазақстанда ең қымбат жекеменшік мектеп қазір 17 миллион. Хелибери ма? Жоқ, Хелибери 2-3 орында ол қазір. QAC деген мектеп бар, 15 миллионнан асады. Айына 15 миллион. Жылына.
жылына 15 миллионнан асады. Оның сыртында әртүрлі төлемдер бар деген сияқты. Общем, бір жылда төлейтін жалпы төлем қаражат 17 миллионнан асады деген сияқты. Хелиберлер 13 миллионнан асады деген сияқты. Сол жаңағы 17 миллион дедіңіз ба? Солардың сапасы күшті ма? Шынымен де бір күткендегідей бір нәрсе шыға ма? Енді ол жерде бағдарлама халықаралық, сабақтарды ағылшынша оқиды дейтін дүниелер бар. Қазақша оқытпайды ғой, қазақша білмейді ғой олар. Қазақша білмейді. Қазақ тарихы оқитынына күмәнім бар. Мәселен, менің қорқатыным осы да, ертең қазіргі элитамыз орыс тілінің балағына жабысып отырғанда, ертеңгі элитамызда тура сондайлар болса, мен таң қалмаймын. Оның енді тағы бір ана жекеменшік не бар ғой, енді Назарбаев мектебі жекеменшік қой бар, иә? Былай Назарбаев қорына қарайды. Қорына қарайды, бірақ мемлекеттен ақша алып отыр енді. Қыры бар, ақша алып отыр. Одан кейін былай статусы жекеменшік. Сол жерде сабақ берген Шалқар Нұрсейіт деген жігіт бар. Саясаттанушы ғой. Ең шетелден оқып келгенде сол жерге сабақ берген ғой. Соның бір әңгіме шығып, сол жерде неге кетіп қалдың деп сұрағам. Сонда ол жерде қызығы Шалқардың айтуына қарағанда бір үшінші ағылшын тілі туған тіл емес, үшінші тіл ғой енді біз сияқты, мысалы Қазақстанда жүріп ағылшынша үйреніп алдым деген сияқты. Сондай мұғалімдерге басымдық береді екен да. Шалқардың жағдайы былай қарағанда анау енді Шалқар жаңағы Америкада оқып келген, жоғары институтта оқып келген дәрежесі, ғылыми дәрежесі де, тіл білу дәрежесі де жоғары, бірақ оған Қазақстаннан шыққан қазақсың дейді екен, айлығын көтермейді екен. Сырттан келген үшінші нелер, олар жаңа ғылыми атағы жоқ болса да, оларға қатты жаңағыдай құрметтеп, қошеметтеп, айлықтарын жоғары көрсетіп, ойбай, мынау жаңа native language дейді ғой, тіл білетін бірдеңке деген сияқты қатты құрметтейді екен. Соны енді Шалқардың айтып отырған сол кезде оқушының бәрі, сол жердегі оқушының бәрі айтады екен, осы оқуды бітірем, шетелге кетем деп. Сонда мемлекет Назарбаев мектебіне ақша құйып отыр, ата-аналар сол жерге барады, мұғалімдер, мектеп оқушыларының бәрін сол шетелге кетуге дайындайды да. Адами капитал сыртқа дайындау бұл өте ауыр тенденция ғой негізі. Бізде сосын сол мысалы ақылы мектептер, сондай қымбат мектептер, элиталы мектептер деп атаймыз біз әдетте. Элиталы мектептер 5 миллионнан жоғары қаражат. Өте енді кім оқиды деп ойлайсың ғой, жылына 15 миллион. Біздің мектептердің бағасы миллион теңгенің ар жақ бер жағында. Жұрт университеттен қымбат екенсің деп мысалы маған ренжитіп жүрді. Бірақ енді сол мектептердің бәрінде былай қарасаң, енді қазақ элитасының балалары оқиды ғой. Бүкіл шенеуніктердің балалары оқиды. Құрғанда бір әкім орынбасарының баласы оқиды. Ең төменгі. Қымбат мектептерде. Иә, қымбат. Басқарма басшылары, сосын министрлер бар, компаниялар бар, сосын үлкен бизнес құрылымдарының басшыларының балалары оқиды. Енді қызығы. Сол олар сол қазір жаңағы мысалы Назарбаев мектебі сияқты болмаса жаңағы жеке мектеп сияқты Қазақстанда тұрып оқиды, бірақ ой өрісінің бәрі ар жақта ғой. Мектеп бітіреді, жоғарғы оқу сол жаққа барады. Сол жақта қалып қалса жарайды. Қалып қалмаса қайтып келеді ғой. Сосын бір қызметке отырады ғой. Сосын айтамыз, мынандай халықты түсінбейтін, сөз түсінбейтін шенеунік қайдан шықты деп айтамыз ғой. Ол таңғалатын нәрсе емес, ол ертең шығады. Тіпті сіздің тарихыңызды, мәдениетіңізді, әдебиетіңізді түртпейтін балалар. Оны өзіміз көзбен де көріп жүрміз. Қызық емес оларға. Қазақ десең, деп қарайтын. Мына субсидия деген нәрсе бар ғой. Осы бүкіл мектептерге субсидия беріледі екен, жекеменшік мектептерге. Лицензиясы бар жекеменшік. Иә. Соларға субсидия беріледі екен. Ол субсидия әпәжептәуір ақша екен. Сол субсидия білімнің сапасын арттыра ала ма шынымен де? Жоқ, ол жай ғана біреулерге уақытша бизнес болып тұр ма? Енді ол мектеп ашқан адамның жасаған менеджментімен негізгі көздеген нысанасына байланысты. Егер шынайы нәтиже шығарамын десе, ол мүмкіндік. Мысалы, мен үшін субсидия бір ғана дүние, ол мұғалімдердің жалақысы. Оған жетпейді. Мемлекеттің беретін субсидиясы. Мұғалімдердің жалақысына жетпейді. Ал мен оның сыртында арендаға ақша табуым керек, коммуналдық ақша табуым керек, оқулыққа, материалдық шарт жағдайын жасауға, басқаға ақша табуым керек. Оның сыртында енді біздің мектептерде оқу ақысына, тамағы, түскі тамағы басқа деген сияқты кіреді.
Енді бұл жерде ақылы мектепке беретін ата-аналардың көп сандысы екі нәрсеге береді. Бірі мемлекеттік мектептердің ана 2 ауысымды 3 ауысымды бір сыныпта 40 бала оқығаннан шаршаған. Мысалы біздің мектептерде бір сыныпта 18 баладан ешқашан аспайды. Бала саны аз. Екіншіден ана мектептерде таңертеңнен кеш бітқанша жүреді, түстен кейін тағы бір қосымша орталыққа немесе репетитор жалдайды, басқа не қылсайды. Ал бізде ол бәрі соның ішінде. Бәрі сол бір жерден үйреніп шығады. Бір сені сол жерден үйреніп шығады. Енді кейбір жекеменшік мектептерге таң қаласың. Бір өткен жылы бір жекеменшік мектептердің несі бір күнде 5 уақыт тамақ ішеді дейді. Қай уақытта сабақ қойды? Мен сол 5 уақытты мен ары ойланып бері ойланып сыйғыза алмай қойдым. Қай уақытта сабақ оқиды? Иә, сонда сабақты қай уақытта тамақ ішеді, бір сабақ оқиды, тамақ ішеді, бір сабақ оқиды, тамақ ішеді. Енді мен енді білмеймін де, мысалы. Біз өзіміз сол бір уақыт тамағына оқушыға графикті әрең сыйғызып береміз, графигіне. Енді мәселе бұл жағын шығатын көзқарас не? Ата-ана жекеменшік мектептерге көбінде балаларын комфорт үшін береді. Таңертең апарып тастайсыз, өздеріңіз сияқты шауып жүретін күні бойы жұмыста, түсте оны баланы алып қайту уақытыңыз жоқ. Кешке жақын жұмыстан шыққаннан кейін барып алып қайта саласыз. Немесе мектептің өз автобусы бар, жеткізіп тастайды, жеткізіп алып кетеді деген сияқты. Сіз ана әлеуметтік желіге жазасыз ғой кейде, маған мұғалім керек мынандай қаладан, физика, математика пәнінің мұғалім керек деп, сонда мен кейде таңырқап қоямын, тіпті тым жақсы жалақы беріп жатасыз, соған мұғалім табылмай жатады, сонда, Өйткені іріктеу. Жақсы мұғалім жоқ па сонда? Сирек па? Жақсы мұғалімға кез келген жерде жақсы жағдай жасауға барынша тырысады. Қазір мектеп көп, бәсеке көп. Ал өздеріңіз білесіздер ғой, 2019-2020 жылға дейін педагогиканы кімдер таңдады? Ол сұрақ. Бұрынғы мықты мұғалімдардың бәрі зейнетке. Педагогикаға түскендердің көпшілігі ол кезде жаңағы гранттың ең төменгі баллы ғой, әйтеуір бірдемеге ілініп кетеді деген сияқты. Мен өзім педагогикаға түскен кезде мен енді шетте туған қазақпын ғой, шетте тудық, армандадық, келдік педагогикаға жоғары балмен түсіп кеттік. Бірінші күні группаластарымнан естіген, басың істей ма деген әңгіме ғой. Сен мына балмен педагогикада не істеп жүрсің деген. Мен кәдімгі өзім әнеугін детский травма деді ғой, кәдімгі детский травма алғам содан. Ол травмалатында жағдай ғой, өйткені кім жоғары балл жинайды, ол тәуірірек оқуға барады ғой. Өйткені бізде мұнайгаз деген мамандық хит болып тұрды. Мұнайгазға барады, заңға барады, заңгер болып. Педагогикалық қосын өте қатты деңгейі түсіп кетті. Оны біз мойындауымыз керек. 2019-2020 ортаға шықты, 2021-де ғой қайтадан алдыға шықты. Педагогикалық мамандық таңдағандар ең үздіктер таңдайтын деңгейге. Өйткені ақшасы көбейді мұғалімдерде. Ақшасы көбейді. Педагог мәртебесі заңының айналасында да біраз шарт жағдай жасалды. Педагогикалық мамандыққа түскендердің стипендиясын көтерді деген сияқты. Ол қазір енді мысалы оқулықтың сапасы туралы, немене туралы әңгіме айтады. Бір кезде мұғалімдерді пәндік тестілеу, әстесетін пәндік тестілеу турасында шу шықты деген сияқты. Көбінің мәселесі сол біліктілік мәселесінен шығатын дүние ғой. Білікті адамға жылына бір рет тест тапсыра сал десе де не 5 жыл емес, бір жылына бір тест тапсыра сал десе тапсыра салады ғой. Мысалы менің қалжыңдайтын, мен ұйықтан тұрғызып әкеліп тест бересің, 3 күнде орындап беріп әрі жұмысымды істей берейін. Бірақ мұғалімдер шулайды, оған бармайды. Бармауға барына салады, шулайды. Өз пәнінен тест. Кейде маған сол оған сараптамада жасаған мен енді қиын, оның нәтижесін, кейбір дүниесін енді статистикасын оқу ағарту министрлігі, енді бұрынғы білім және ғылым министрлігінің тұсында оның кейбір статистикасын сыртқа шығарса, қоғам шок болатын шығар. Қоғам өте ауыр. Статистика дегенде былай ресми ақпараттарды қарап отырсақ та ана орысша айтқанда между строчками дейді ғой, бір аңдайып отырсаң сондай бір нелер шығады. Мысалы осы 2-3 жыл бұрын ба Түркістан облысының білім басқармасы болмаса жаңа әкімдігі осы Алматы қаласындағы Абай атындағы педагогикалық институтпен мұғалімдердің біліктілігін арттыруға келісімшарт құрылды деп бір ақпарат шықты. Жай ресми ақпарат қой айтқанда. Бірақ енді бүйтіп қарасаңыз, ол жерде бір 500-600 мұғалім бар. Ар жағын қарасаңыз, облыс әкімдігі ана институтқа ақша төлеп отыр. Ана жақта 500-600 мұғалімді мына жақта келіп біліктілігін арттыруға деген сөз. Енді шын айтқанда ол мұғалімдер оқымаған мұғалімдер ғой. Енді әйтпесе несін оны қайтадан кезінде Түркістаннан көп диплом сатып алған бәріміз білеміз ғой. Біздің ауылдық жердегі ең үлкен, сіз айтып отырсыз ғой, енді сіздің айтып отырған өңіріңізбен
біраз жақсы таныспыз ғой. Мысалы сол ауылдардағы немеден адамдармен сөйлесе бастасаң, анау бұрын пол жуатын еді, анау кітапханашы еді деген әңгімелер басталады ғой. Мен өзім айтамын, сонда балаларыңды қалай оқытасыңдар сол кісілердің деп. Қалыпты жағдай ретінде қарайды да, мысалы. Оны енді ал сол жұмысқа тұру, анау біреу зейнетке шығатыннан 2 жыл бұрын орны біреу алып қояды, дайындап. Алып қояды, иә. Декретке шыққа біреудің бір қызы сол мектепте ұзатылса, декретке қашан шығады екен деп саналады. Ол енді ана ауылды жерде енді былай айтқанда ақша тұрақты ғой мұғалімнен. Ақша тұрақты, сосын бір үйде бір келін түсіреді, болмаса қызы болып тұрады. Одан кейін бұл кісілердің облысында немене бар? Экология бар. Сонымен экологиясы Қызылордада мысалға бері қарай жаңа құрын қарай 25% экология қосылады. Ары қарай Қазалы Арал жақта 50% қосылады. Сонда оның жалақысы тым жақсы болып шығады. Енді жалақы ала берсін ғой, оны ешкім қызғанып отқан жоқ, бірақ жаңағыдай соған лайықты болса. Жоқ, мәселенге мен айтамын, мен бір ғана айтамын. Егер сабағын дұрыс өткізе алмайтын мұғалімнің жемқор әкімден ешқандай айырмашылығы жоқ. Екеуі де адал емес асты алып отыр ғой, өзіне тұрақты емес деген сияқты. Енді жалпы кәсібилік деген нәрсе өте ауыр дүние бұл енді. Бірақ ол кәсібиліктің екінші жағы бар сияқты. Мысалы, енді біз жаңағы аймақты айтпай-ақ, мысалы Астана мен Алматыны алсақ, мысалы мына жерде Мамыр деген, біз Мамырда отырмыз ғой, шағын ауданда 2 мектеп тұр қасымызда. Екеуінде де балаларым оқиды мен. Соны таңертең бүкіл балалар мектепке кіріп бара жатқанын көреміз. Соны түсте бәрі шығып бара жатады. Бірақ бәрі шығып бара жатқанда алдарына бір мұғалім жетектеп бара жатады. Соны 2 мектептің ортасында бір биік қабатты үй бар. Оның астында бәрі оқу орталықтары. Ана мұғалім күндіз түске дейін аналарға сабақ береді. Түстен кейін ана жерге апарады да қосымша сабақ береді. Енді баяғыда енді Совет өкіметінде мысалы бір мұғалімнің оқушысы репетитор жалдап десе, ол мысалы өліммен тең еді ғой, мысалы ойбай масқара, ана бір баланы оқытамай жатыр екен деп. Қазір ана мұғалімдер өздерінің оқушысын басқа репетиторға бермейді. Мен беріп көргем, ол ана мектепте қамайдан болып кетеді. Шешесіне звондайды, анаған звондайды, мынаған звондап, ана клиент сияқты да. Сонда былай айтқанда мемлекеттік мектептің өзі былай айтқанда бәріне жағдай жасап қойған, табыс табуға. Енді оны былай өңірде ғана емес, қаланың өзінде былық болып тұр ғой. Бұл енді мен енді білім беру орталығын ашқан кезде қатаң қоятын бір талабым бар. Өзің сабақ берген оқушыға өзің қосымша сабақ алмайсың. Мысалы мектептерден келіп бізде қосымша істейтін мұғалім болса, өзінің мектебінен келіп жатса, ол мұғалімге жазылуға болмайды. Өйткені өзіңнің сабақ берген оқушыңа өзің қосымша ертең сыныбындағы басқа балаларға келген кезде алла өтіп болады деген сияқты. Бұл жерде енді ар мәселесі бар, енді қоғамдық деградацияның төмен қарай бір түсу мәселесі, әртүрлі дүние ғой. Бұл енді одан кейін білім саласының енді кім басқармады деген сұрақ туады ғой. Анау бір басқарып, мынау бір басқарып, айран ботқасын шығарып, бағдарламадан да жүйе таппай кеткеннен кейін, бағанағы кім көрінген педагог болып кеткеннен кейін деген сияқты әртүрлі мәселелерден туындаған салдар ғой. Біз неге салдармен күресеміз да? Түбі себебі қалай, оны қалай не істейміз деген сияқты. Бірақ жаңа материальный жағдайдан қарағанда бір мұғалім жаңағы мемлекеттік мектепте жұмыс істеп отыр. Қалалы жерде бір 500 мыңға дейін алады ғой. Егер санатына, категориясына, сағатына байланысты деген сияқты. Қосымша сабақ береді күн сайын. Өзінің балаларына өзі сабақ береді. Болмаса жаңағы екінші класс бірігіп алады ғой, енді былай келісіп бірігіп алады. Ол жерден бір айына бір 500-600 мың тағы алады ғой. Иә. Енді былай қарағанда 1 миллион шамасы деп айтады. 1 миллионның шамасы депутаттың болмаса бір замминистрдің айлығын алып отыр ғой. Енді ол мықты мұғалімдар. Бәрібір де емес шығар енді. Мықты мұғалімдар. Енді ол сұранысқа ие пәндер бар. Математика сияқты, ағылшын сияқты. Ал енді көркем еңбектің дышының мұғаліміне ешкім қосымша бермейді ғой. Мемлекеттің беретін субсидиясы 2 түрлі. Біріншісі, неше бала оқыса, сонша балаға береді. Екіншісі, егер ғимарат сен арендаға алмай өзің салсаң, құрылысқа деп 8 жыл саған ақша береді.
бәрі оқитын балаға. Бағана ғана бином мектептер, Айдын Рахымбековтердің мектептері ең үлкен қаржының сол бағытта. Оларда 4000 бала оқиды. Енді айына миллиардтан астам бюджет алады. Сонда мектепті саласыз өзіңіз ақшаңызға, сосын мемлекет оны қайтарып беріп отыра ма бір жыл сайын? Баланың оқу ретінде қайтарады ғой. 8 жыл бойы. Баланың оқу ретінде жамбасына қаржыландыру бар, сосын екіншісі АДВ деп айтады, АЕК. Ол кәдімгі құрылыс салған. АЕК-нің өзі екіге бөлінеді, реконструкциямен салынған мектеп және таза нөлден бастап мектеп ретінде салынған. Былтыр Түркістанда бір мектеп хабарласты, жекеменшік мектеп. Ашқан жүргізе алмай қалған ғой енді. Сосын хабарласты, алыңдаршы, мектепті сендерге берейік. Сендер жақсы жүргізеді екенсіңдер деп. Сосын барып, келісіп, отырып, келісіп болып қалдық негізі. Алатын болып бүкіл бәрін естіп, енді шығындарды қарайын деп, мұғалімдердің жалақысын алсам 180 мың, таңертең кешіп қанша график жүреді, күніге 40 сағатпен істейді, аптасына 40 сағат жүктемемен істейді, 180 мың, ең қымбат жалақы 220 мың. Көзім бақырып кетті, мынаған кім істейді деймін да. Егер мына жалақыны қой десеңіз, мен осы жерде тоқтатайық, мектеп алмаймын. Кемінде менің мектебім жалақысы мемлекеттік мектептен жоғары болу керек, төмен болмау керек. Егер мемлекеттік мектептен төмен болса, ренжімеңіз аламын. Бірақ сөйтіп отырған дүниелер бар. Егер өйтіп жалақы қойсаң, әрине. Одан кейін біз өткенде бір Шымкентте бір мектеппен құрылтайшысымен сөйлестім. Жалақыны 2-ге бөліп береді екен да. Ресми жалақы аударып береді, 150 мың теңге. Минимум ең төменгі жалақы деген бар ғой. Содан асырып. Не қылып береді? Қалған столдың астынан береді. Столдың астынан кәсіби перевод жасап береді деген сияқты. Салықтан қашу ғой. Ол салықтан қашу. Енді соған келіскен мұғалім, ойлаңыз. Сіз айына 500 мың аласың, е? 150 мыңын зейнетақыңыз 150 мыңға жүреді. Енді қарапайым тұрғыда ғой, мысалы бір қызметкерге 500 мың қолына беру үшін ар жағынан бір 160-тай ма қосымша салық төлеу керек қой ол. Иә. 160 мың жұмыс беруші оңай ақша емес қой. Екінші бір мәселе сұрағым келіп тұр да. Мысалы қазір бір отырыстарда или бір жиындарда бір болмаса бір қыз-келіншектердің ортасында отыра қалсаң, бәрі мақтанатыны менің балам ана жерде оқиды, менің балам мына жерде оқиды, ана репетиторға бердім, мына репетиторға бердім деген сөз көп айтылады да. Бұрын енді андай ремонт жасады, мынадай машина мінді деп айтады. Қазір енді баласын оқытуына қатысты айтады. Сол осы бір былай орысша айтқанда мода ма, бір сән ба, не болып бара жатыр өзі, мысалы балаға ақша шығару, біліміне ақша шығару және оны қадағаламау. Жоқ, бұл жерде бір ғана нәрсе бар. Бала қосымша сабаққа дайындалмай ма? Қосымша оқымай ма? Ол Назарбаев мектебіне түспейді. Білім инновациялық түспейді. 1000 жерден дарынды болса да. Ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алмайды. Енді амал жоқ, қосымша сабақ іздейді. Не істейді? Сосын қосымша сабақ іздегеннен кейін енді әркім өзінің баласымен мақтанады ғой белгілі бір деңгейде. Сосын мақтан болғаннан кейін бағанағы мына жақтан мен енді ата-аналарға таңғалатыным, мен қосымша білім беру орталық. Мемлекеттік мектепке 11 жыл оқыған мемлекеттік мектептен нәтиже сұрамайды. 3-4 ай ақша төлеп отырған репетитордан нәтиже сұрайды. Бұл енді мен айтамын да, ана былтыр оқу маусымын 2 аптаға созды ғой. Сол кезде ата-аналар сотқа берді да. Ойбай деп. Мен таңғалдым, соны сотқа берген адвокатқа хат жазып жүрсем, поштасына жауап бермей қойды. Мен сұрақ қойдым да. Созғанға балаңды білімі оқытып береміз дегенге сотқа бердің ғой. Үш ауысымды мектепте баланы сабағын қысқартып тастап жатыр ғой. Онлайнға шығара салады, қысқарта салады. Мемлекеттік стандарт орындалмайды. Соны неге сотқа бермейсіңдер? Мемлекет 12 жылдық білім беру тегін деп тұр. Конституцияда жазылып тұр ғой. Орта білім тегін. Орта білім беру тегін. Сапасы қайда деп бір мемлекет неге сотқа бермейсің? Мен таңғаламын да, мен мысалы. Мен бірде сотқа бергім келді, үйім қасындағы мектепте. Келіншегім көмей қойды.
Біз баламызды, енді мен өзім Астанада мектеп ашқанша, алыстағы бір мектепке тасимыз да, жақсы мектепке. Сосын бір күн тасудан жарек өткен айттым, мен мына мектеп сотқа беремін деп. Неге сапалы білім бермейді? Неге сапалы не ұстамайды? Сіз сотқа берсеңіз жеңе алмайсыз оны. Жеңе алмайсыз, иә? Сіз оны дәлелдеуіңіз керек. Сапасыз білім берген дәлелдеуіңіз керек. Сіз оны экспертизадан өткізуіңіз керек. Қаншама шаруасы бар, ең соңында сіз қолға аласыз. Сосын ең соңында сізге бәрі судья сұрақ қояды. Сіз содан қандай зардап шектіңіз? Сізге бір материалдық бір денеңізге бір зақым келді ма деп сонда сұрақ қояды ең соңында. Сіз бәрібір жеңіп қаласыз. Енді Сағадиевтің бұйрығы ғой. 2017 жылы Сағадиев бұйрық шығарды. Мектеп ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесіне жауап бермейді деп. Кәдімгі бұйрық шығарды. Содан кейін бағанағы орталықтар одан арман қаптады. Сол шыққан кезде мен кәдімгі көзімнен жас шығып кетті. Өзім эмоционально, кәдімгі көзімнен жас шығып кетті. Жыландыңыз ғой, ә? Жоқ. Жыладыңыз. Жыладым. Содан мен айтамын, мынау сұмдық қой деймін да. Мектеп 11 жыл оқытады, бірақ нәтижесіне жауап бермейді. Аманат партиясы шықты ма? Аманат партиясы. Мен айтамын, онда әкімден жауап сұрамай-ақ қояйық, жұмыс істейді, жауап бермейді. Дәрігерден жауап сұрамай-ақ қояйық, ота жасасын, өліп қалса өліп қала берсін. Жауап бермейді. Десем, менің әріптестерім пост жаздым. 2017 жылғы постым әлі тұр. Пост жазсам, екі түрлі реакция болды. Бір, енді, ол кезде мен білім беру орталығын ашамын ғой. Ренжітті, саған жақсы емес па? Клиент келеді деп. Мен қанша баланы оқытам? Барлық баланың ата-анасы ақшалы оқуға шарт-жағдайы жете ме? Жетпейді. Біріншіден, жетпеген бала, ақшасы төлей алмайтын бала оқуға түспеу керек па? Бір. Екіншіден, мектеп неге жауап бермейді деп. Екінші бөлік айтады, сен мұғалім не үшін жауап беру керек? Ата-ана жауап бермеймін, айтамын. Мұғалім неге жауап бермеу керек? Мен жауап беремін десем айтады да, сен ақшаласың, сол үшін жауап бересің дейді. Сен ақша алмайсың ба деймін да. Маған ата-ана төлеп отыр ақшаны. Саған үкімет төлеп отыр ақшаны. Ол да халықтың ақшасы ол? Бәрібір халықтың ақшасы. Ол Сағадиевтің сол бұйрығы мектептің директорларына бір жағынан дұрыс болған шығар. Рахат болды. Бір жағынан енді мынандай мәселе бар да, Қызылорда облысында кезінде Көшербаев есіңізде ме, бір күнде 28 мектептің директорын орнынан алып тастады. Менде сөйтер еді. Орнынан алып тастады, бірақ оның ішінде ол директорлардың кінәсі бар ма, жоқ па, оны қарағаны жоқ кейде. Ол шын мәнінде кінәлі болмауы да мүмкін біреулер. Бұл бір жағынан жаңағыдай бюрократияны, өзім білемдікті жаңағыдай солақай шешімді күшейтіп жібереді ғой. Жоқ, ол жерде. Соның да әсері бар шығар. Жоқ, мектеп, сіз ойлаңызшы. Хабар шығарсаңыз, хабардың мазмұнына жауап бересіз ғой. Сіз істеген тірлігіңізге жауап беруіңіз керек қой. Мәселен, былай болып кетті ғой, ОБТ дейді. Сосын оның қорытындысы дейді. Сосын оны андай бір социалистік жарысқа айландырып жіберді. Иә, оны жарысқа айландырды. ОБТ-дан қайткенде бір журнал керек, жартыласа. Ойбай, ана жерде мысалы Бәленбай не ОБТ-ға тапсырмай қойды деп мектеп тұрады. Ойбай, мына оқушысы нашар болып қалды деп тағы мектеп тұрады. Соны жөндеу керек қой. Жөндеудің механизмі алып тастау емес қой жауапкершілікті. Жөндеудің механизмі ана социалистік жарысты тоқтату. Социалистік жарысты тоқтату. Білім сапасын көтеру. Қайт тоқтатасыз. Өзің сұрап отырсыз, мысалы, мен мынанша балаң түспесе, сен жауап бересің дейді, мен апарамын сосын социалистік жарысқа бәрі айналдырамын ғой. Мен мысалы қараңыз, қазір бағанағы мына кісі айтып отыр ғой, балам жекеменшік мектепке барады, қандай білім беріп жатқан білмеймін. Ата-ана білмейді. Белгілі бір деңгейде. Білмейді. Тарсылдатып 5-ін қойып берді. Күнделігі толған 5, аттестаты толған 5. УБТ-ға барады да 50 балл жинап отырады. Алтын белгінің баласы 60 алады. Бұның сұрауы болу керек қой. Ол парадокс қой. Білесіз бе? Сонша репетиторлар, сонша білім беру орталықтар жабылып УБТ-ға дайындап жатыр, қазір, көріп отырсыздар. Сонда Қазақстанда былтырғы орташа балл, мысалы 69. Алдыңғы жыл 68. 3-4 жыл бұрын 63 болған. Жалпы балл 140. 140-тың ортасы 70-ке орташа балл жетпей отыр. Репетитор қосқанда. Репетитор қосқанда, жеке меншік мектептер қосылғанда, бұл білім сапамыздың біздің төмен екендігінің анық көрінісі ғой. Оның сұрақтарын қиындатып жіберген жоқ па соңғы жылдары? Жоқ.
Ұлттық бірыңғай тесттің сұрағы ол кәдімгі білім мектептің бағдарламасындағы сұрақ. Мектептің бағдарламасында мысалы физикадан көрсеткішін білеміз, оның өзінде қаншама өтірік әртүрлі дүниелер жасайды, иә? Соның өзінде физикадағы рейтингіміз көңіл көншітпейді. Егер біздегі шынайы білім сапасын көретін болса, біраз адам асыл бөл болатын шығар. Сіз айтып отқандай, мысалға, мұғалімдердің де бір жағынан сапасы да нашарлау шығар қазіргі уақытта. Оның үстіне тағы бір мәселе бар ғой. Қағазбастылық бар мектепте мұғалімдер. Қағазбастылық бар. Ол сабақ оқытқаннан гөрі қағазын көбірек толтырады. Бұл жерде бақылау негізгі мектептің, мен мемлекеттік мектепке де директор болдым ғой. Менің мектебім 90-дық көрсеткіш бойынша Астана қаласындағы ең нашар мектептің артынан санағанда екінші болып тұрдым, шүкір бірінші болмадым, өйткені артымда кешкі мектеп тұрды. Соны әр директорлардың жиналысында Аятжан дейді. Сосын бірде күйіп кетіп айттым. Сірей жүргізіңдерші. Алдыда тұрған 10 мектепке жүргізіңдер. Артта тұрған 10 мектепке жүргізіңдер. Сырттай бақылау жасаңдар. Нәтижесі қандай болады екен? Сосын алдыдағы 10 мектептен бір 3 мектеп алып жүргізді. Мектептің беріп отырған сапасы 79%. Сірездің сапасы 29%. Сірез деген не ол? Әкімшілік бақылау. Сырттан келген әкімшілік бақылау. Сырттан келген әкімшілік бақылау. Енді мен мектебім беріп отырған сапам 39%. 90-дық сапам. Сірездің сапасы 42%. Сосын мен айғайладым да. Мен беріп отырған сапамдан 3% жоғары шығып отыр. Аналардың 77%-нан 29% сапа беріп отыр. Кімді тексеру керек сендерге? Ойлансаңдаршы. Бұл жерде әділетті бақылау жүргізудің өзі қиын да. Мемлекеттік мектептерде облыстың социалистік жарысы әлі бар. Білім сапасы түсіп қалмау керек күнделікті кезеттегі. Бірақ ол жерде енді мектеп директорының былай айтқанда беделі, пысықтығына байланысты есептеліп кететін сияқты меніңше. Біреу мысалы басқарма басшымен жақсы болса, бір сабақтан 3 шықпау керек дейтін сияқты нормалар бар. Бір сабақтан 4 шықпау керек. сөйтіп қолдан жасай береді ғой. Қолдан жасай береді. Бұл жерде ең басты нәрсе мынау, сырттай бақылау жоқ. Жалғыз сырттай бақылау ұбыты болған. Қазір оны мектептен алып тастады. Мектептің білімнің сапасын бақылайтын сырттай бақылау жоқ. Сіз ойлаңыз, 2017 жылы мемлекетте, жылдан шатассам, кешірім сұраймын, біреу сотқа беріп 2017 жылы алтын белгілердің 48% ақтаған. 2018 жылы бағанағы алтын белгіні мектепке бере салған кезде 99,8% ақтағанда алтын белгі бір жылда 2 есе. Ана жылы 5.000 бала алтын белгі алса, ана жылы 12.000 бала алтын белгі алады. Қай жылы Мақтаарал ауданында бір мектепте өз қанша 30 бала болса 28 алтын белгі алды ма? Сондай жағдай болды. Момышұлы мектебі. Мен соған звондадым. Осыныңыз рас па деп, кез келген комиссияны әкеліп тексертіп көрді. 100% рас деп айтты мектептің директоры. Мен сенерсенбесін білген жоқпын бірақ. Енді жасауға болады. Қазіргі жүйеде қазір тіптен жасауға оңай. Жоқ, ол шынымен балалар оқып алған шығар, мүмкін білім шығар. Сенбейсіз ба? Мен енді білім саласының ішінде жүрген, ішіндегі сапаны көріп жүрген адам ретінде кейбір дүниені сыртқа айта алмайсың, өйткені өзіңнің әріптестерің көтере алмайды, өзіңнің жүйең көтере алмайды. Онсыз да көп нәрсені айтып енді қуғында жүрген адаммын ғой, былай айтқанда енді мектебіңді штрафпен былай қысады, тексеріспен былай қысады. Қарыздан сіздің жаңа мектептің директоры болғаныңызды айттыңыз ғой өзіңіз. Мен соны сұрағым келіп еді. Оның алдында әлеуметтік жерден көріп жүреміз ғой, сіз осындай бір жанашырлық пікіріңізді айтып жүресіз, үнемі жалпы мектеп білім жүйесі жөнінде. Бір күні алды да сізді мемлекеттік мектепке директорға салды. Сосын мен ойладым, мынау біздің өкіметтің басты дейін деген екен. Мынау жекеменшік мектепті дамытып жүрген адамды мемлекеттік мектепке қойса, соны сүйретті деп ойладым. Сол үшін шақырды ғой деп ойладым. Сөйтсем бір жылдан кейін алды да сіз қызметіңізден 2,5 жылдан кейін қызметіңізден кетті қалды. Сіз өзіңіз кеттіңіз бе, жоқ кетірді ма сіз? Кетірді. Кетірді. Не себептен кетірді? Ұнамай қалдыңыз ба? Министр ауысты ғой. Сіз министрге қарамайсыз, сіз облыстық неге қарайсыз? Бәрібір сол жаққа қараймыз ғой. Ана жақтан жоғарыдан нұсқау керек. Тапсырма ғой, тапсырма солай ғой. Бұрынғы министрмен жақсы ма едіңіз сонда? Алған? Иә. Бұрынғы министр қайсысы еді?
Аймағамбет. Сіз Аймағамбеттің жеке қабылдауына кіріп жүрдіңіз ғой? Енді былай адами қарым қатынасымыз жақсы. Маған сол кездегі білім басқармасының басшысы, Астана қаласының білім басқармасының басшысы шақырып айтты. Мен енді ол тапсырманың олдан емес, ол мен жеке танитын адам емес. Басқа жақтан түскенін сездім. Айтты, сынап жүрсің ғой, дәлелдеші кеп деп. Істеп көрші деді. Істеп көрші деп. Сол үшін шақырды сізді. Иә, істеп көрші деді. Жақсы дедім. Алдым. Ұлттық мектеп деген жобаны бастадым 3 жылға. Мен келіскенді айттым. 3 оқу жылы толық отырам, бітірем, тапсырып берем. Мынандай жоба 2 жыл толық отырдым. 3-ші оқу жылы нүктесін қоямын деп отыратын оқу жылы қаңтарда министр ауысты, наурызда қуғын басталды. Оқу жылының соңына шығарып кетейін деген мақсатпен әрең 22 маусымға дейін создым. 23 күні трудовойымды қолыма алдым да сау бол дедім. Қазіргі министрдің аяғын басып кетіп едіңіз не? Мен түсінбеймін. Мен вице-министрге болғанға дейін аман сәлеміміз дұрыс, бауырым деп жүретін. Министр болған күнін білмеймін. Бірінші қабылдау, министр болғаннан кейін бір 20 күннен кейін қабылдап шыққаннан кейін мен сынадым, сынағаннан кейін мүмкін ұнамаған шығар. Ахметжанды алып тастаңдар деп айтпаған шығар министр өзі. Оған сіз жаңа мектептің директорысыз, ол министр. Қолайсыз өзінің қоласында қызметкер ешкімге керек емес қой. Өзінің шешімдерін сынайтын. Қандай шешім сынадыңыз? Мысалы, бағанағы алтын белгілерді мектептің құзыретіне беруге мен қарсы болдым. Оны Аймағамбеттің тұсында шешім қабылданды. Bir пәннің емтиханын тәуелсіз жерде өткізу. Алтын белгі алатын оқушылар. Назарбаев зияткерлік мектебінде немесе білім инновация лицейінде деген сияқты тәуелсіз жерде өткізу. Шешім болған, соны министр келіп кері қайтарды. Бұған ретінде айтып беріңізші, мысалы өзіңіздің әріптестеріңіз қандай да бір саяси болмаса бір елдегі бір жағдай болып жатса, неге бір өзінің жеке пікірін жазып, ойын бөлісу жағынан былай Қазақстанда тұрмайтын сияқты бәрі тыныш отырады. Енді сіз жалпы біз былай қауымбыз да, қоғам тұтас демократия емес, бірақ мұғалімдер демократиялы болсыншы деп қарайтын сияқты. Қоғамның бәрі 20 мыңға пост жазады, бірақ мұғалімдер неғылмасын деген сияқты. Ол болмайды. Мен енді ішінара оқиғалар бар. Мысалы, мен 2,5 жыл мемлекеттік мектепте директор болдым. Бастапта жарты жыл, 3,5-4 ай бір мектепте отырдым. Ол кезде сайлау болды. Сол сайлау сұрағым келіп отыр. Сайлау болды. Астана қаласы 51-ші мектепте директор болып отырдым. Сайлау болды. Сайлау болатыннан бір күн бұрын мен желіге пост жаздым. Мұғалімдер ұрлыққа бармайық. Біз бүгін ұрлыққа барып, ертең балаға адал боламыз деп айта алмаймыз деп. Әкімдіктен тартып тұрды. Көлгіновтің өзі жеке қабылдап лекция оқыды. Сол күні ма? Иә. Сіз жаңа пост жазған күні? Пост жұма түнде жаздым. Сенбі күн. Жексенбі күні сайлау ғой. Көлгіновтің өзі шақырып лекция оқыды. Астана әкімі. Иә, алып таста деді. Жоқ дедім. Ертесі сайлау болды. Парламенттің сайлауы 2021 10 қаңтар, жаңылмасам. Бірінші орында Адал жеңді. Дауыс беруге тиісті 2500 адамның 460-ы ғана дауыс берді. Сіздің мектеп учаскеңізде? Явка болды. Тура явканы да немнен де Адал бірінші орын алды, Нұр Отан екінші орын алды, Ақжол үшінші орын алды. Тура солай өткіздім. Мен енді алдымен қабылдады, анандай жиналыстарына кіргізген жоқ деген сияқты. Анандай енді не қылдым? Кейін мен басқа мектепке директор болып бардым. Ана жаңа мектепті берді. Ана сен жобаң мен жерде іске аспайды, мынаған баш деп сол жаққа жіберді. Мүмкін басқа нәрселер әсер етті, білмеймін. Қаланың ең шетіндегі мектепке бардым, жаңа мектепке отырдым. Тура жаңа мектепте 2 жыл 2 ай отырдым. 4 сайлау өтті. Жаңылмасам, еще референдум өтті, президент сайлау өтті, парламент сайлау өтті. Үшеуінде де менің мектебіме сайлау учаскесін қойған жоқ. Сіз мектепте сайлау учаскесі болған жоқ. Негізінде барлық мектепте сайлау учаскесі болды. Бүкіл қалада жұрттың бәрі болған. Барлық жерде болады. Сенде участке жоқ па дейді да? Жоқ. Мен кеттім. Өткенде референдум өтті. Сол мектепте сайлау учаскесі болды. Ана мәселе қайда жатыр. Бұл жерде
ана Әлиханның сөзі ғой, білімнен емес мінезден дейтін. Ерік жігер белгілі бір деңгейде керек. Сол кездегі білім басқармасының басшысына да мен разы болдым. Көлгінов шақырып, Көлгіновтың неме отырған кезде қазір ол білім басқармасының басшысы жеке секторда қызмет етіп жүр. Соған айтқан ғой, мына директорың не деп. Бұның білім саласына жауап бер. Мен сайлауда бұған бірдеме деп сынақтан өткізгем жоқ. Сайлауда дауыс немеге шығасың ба деген саяси көзқарасын сұрағым жоқ. Сенімсіздік элементтері ғой. Мен да қайталап сұрағым келіп отыр да, көрермендерге де қызық болатын шығар. Сонда Алтай Көлгінов сізді сол жаңағы пост жазғаныңыз үшін шақырып алды ма сонда? Қаланың әкімі, Астананың әкімі бір мектептің директорын шақырып алып, постымды алып таста деп айтты ма сонда? Ауданның әкімі оны мен енді алып таста деп айтатынын белгілі бір деңгейде білдім да. Кешкі сағат 9-дың шамасында салдым. Телефонды өшіріп тастадым. Таңертең сағат 9 енді жұмысқа баруым керек қой. Таңертең 8:30-да телефонды қостым. 8-ден 40 кеткен кезде білім басқармасының басшысы видеозвонокпен шығып тұр. Сосын видеоны қоспай алдым. Алдым да енді. Жанында Алтай тұрған жоқ па? Таңертең не істеп тұрмын? Таңертең ол кезде білім басқармасының басшысы ешқандай артық сөз айтқан жоқ. Жұмысқа бардым, жұмысқа барғаннан кейін сағат 11-лерде тағы звонокқа шықты, видеозвонокқа. Мектептен не дедім? Дайынбыз, ертең алаңдамаңыз, бәрі жақсы өтеді. Бәрі жақсы өтеді ме деп сұрады. Бәрі жақсы өтеді, алаңдамаңыз. Заң бұзбаймыз, әп-әділ, тап-таза өтеді. Соған куәлік беремін. Тап-таза. Көлгіновтың алдына барғанда айттым. Тап-таза өткіземін. Мен сіздің постыңызға ренжіп жатыр, мұғалімдарыңыз ренжіп жатыр. Бізді ұры деп айтты. Айтамын мен, заң бұз деп айттым ба постта? Бұзба деп айттым. Егер заң бұзба деп айту күнә болса, кінәлі болайын. Сосын аудан әкімі шақырып алды. Алматы ауданының әкімі, қазір ол қайда екенін білмеймін, шақырып алды. Жігітше сөйлесейікші деп отырды. Жігітше сөйлесейік. Сосын біраз отырдық, сөйлестік. Сосын алып барды. Не дейді сонда? Жиналыс болды Көлгіновтың алдында, енді ол жерде тағы бір танымал бір екі адам бар. Көлгінов не істеді? Мен заң бұз деп айтсам, кінәлі болайын. Егер заң бұзба деп айту күнә болса, оны ренжімеңіз деді. Сосын бір Көлгінов ұзақ сөйлескен жоқ, бір 3 минут па 2 минут па сөйлесті. Сөйлеспейтін білді ғой. Шығып тұршы дейді. Өздері отырды. Сыртқа шыққаннан кейін білім басқармасының басшысы басымнан сипап, бәрі дұрыс болсыншы деп жіберді. Ертесі тап-таза сайлау өткізіп бердім. Келген бақылаушылардың бәрі таңғалады. Санайтын кезде, келіп тұрсаңдаршы, санаймыз деп. Санап. Бақылаушылар әшейінде бұлай жақындатпайды ғой бақылаушылар. Анда жерге отырғызып қояды, ешкім столға жақындатпайды. Сіздер шақырып алдыңыздар ғой? Бір мектепте 3 сайлаушы, үшеуінде тап-таза қылып, біреуінің төрағасы өзім, екеуінің төрағасы менің қызметкерлерім. Тап-таза қылып, біреуінде адал, екеуінде Нұр Отан жеңді. Бірақ андай япқы жоқ үшеуінде. Сайлау учаскесінде төраға болған үшін қанша ақша төледі мемлекет? Жаңылмасам 280 мың деймін. 280 мың. Адалынан топсыз ғой, заң бұзбайды. Иә. Мен айтамын да, мен енді ана мемлекеттік мектептен, жаңа мектептен кеттім, биыл сайлау учаскесі болды ғой. Экс әріптестерім айтады ғой, сіз айтқанда сенбеуші едік, рас екен ғой деп. Мұғалімдердің былай саяси көзқарастарын анда-санда мектепте емес, енді жалпы әлеуметтік желіде айтып тұрмау өздеріне байланысты ғой. Өздеріне байланысты. Сосын сайлау сайын мұғалімдер пайдаланады ғой. Осының бір кезінде бір үлкен айқай шу шықты, белсенді мұғалімдер пайда болды, содан кейін Айман пайда болды мына жерде да, Алматы облысында. Сосын бір топ бар ғой. Айман, Мейіржан, Өмірағай. Мейіржан Өскеменнің ар жағында Ақ мектеп деген кішкентай ауылда тұрады. Соны кейін Аймағамбетов келген кезде, министр болып келген кезде, бір күні қарасам, Мейіржан суретін салып қойды Фейсбукқа. Қой бағып жүреді. Бүгін қойдың кезегі еді, мен ретім тауып осылай шығып отырмын деп қой бағып келеді сенбі жексенбіде. Сосын ертесіне таңертең министрдің алдында тұрады. Аймағамбетовпен жолығады кәдімгі. Қой бағып жүрген, сабағын беріп жүрген қарапайым мұғаліммен министр кездесіп жатыр. Ол жақсы ғой. Айман да сөйтіп барып жүрді. Сөйтіп мұғалімдердің бір белсенді мәселесін көтеріп айтып жүрді ғой. Кейін осы министрдің кезінде сол тоқтап қалған сияқты болып көрінеді. Тоқтап қалған жоқ, қудалауға ұшырап кетті. Солар қудаланды ма? Енді басы менмін ғой. Сіз сонда өз бағана бері айттыңыз ғой, қудалауда жүрген адамды деп есептейсіз бе өзіңіз? Енді бір соңғы бір 5-6 айда сен тимесең мен тиме болып бір-бірімізге тиіспеген сияқтымыз. Не деп қудалайды сонда сіз? Жекеменшік мектептің басшысы. Жекеменшік мысалы былтыр мен постта да жаздым, кейін депутат Жұлдыз Сүлейменовнаның
немдесінде шықты ғой. Министрге қойған сұрағы да. Лицензия бермей қатырды. Тексеріс кіргізіп қатырды. Сіз мектепке ма? Былтыр бір жыл тексерісте жүрдім ғой. Мектептерім. Бәріне шыдадым. Өкінішке орай, енді білім сапасымен айналысатын уақытым тексерістің шаруасымен айналысып кеттім. Ол енді қатардағы тексерулер ма, или бір аяқ астынан келіп қалған тексерістер ма? Тапсырыстық тексерістер ғой. Салық бар, прокуратура бар, прокуратурамыз бар, СЕС бар, көп қой. Жоспарлы тексеріс емес, келген уақытта келіп тексере бере ме сонда? Былтыр желтоқсанда өздеріңіз білесіз, кәсіпкерлікте тексерістің мораторийі бітті ғой. Бітті, иә. Сосын бірден. Біткен сәтін күтіп отыр екен. Оған дейін лицензия ала алмай біраз қаңғыдым. Енді былтыр бір лицензияны бермей қою кесірінен бір 400 миллионға минусқа кіріп кеттім ғой. 400 миллионда шығынға келді. Шығынға кіріп кеттім. Енді жаңа министр келе салғаннан кейінгі бірінші әрекеті сол бағанағы Айман бар, Мейіржан бар, тағы 2 мұғалім, 3 мұғалім, 3-4 мұғалім сотқа беруден басталды. Өмір шынды Бөкұлы бар Шымкентте. Сотқа берді. Солар сотқа берді? Министр сотқа берді. Министр. Иә, есімде сонда. Сосын министр кейін арызын қайтарып та, аппарат басшысы маған келіспей бере сапты деп. Мен байқамай қалыптым деді. Байқамай қалыптым деп. аппарат басшысы оңбаған болып шықты. Аппарат басшысы оңбаған болып шықты. Демек, мұғалім белсенді болса, өзіне байланысты екен ғой бар. Жоқ, ол жерде қуғынға шыдау ғой. Үстімнен ата-ана қарыз жазғызып қуғызды ғой. Арыз жазғызып, мен балам дұрды дегізіп. Әместе мен оның жеңінен сілкігем. Ол бірінші арызда шынтағын ұрған болғам. Сөйтіп жүріп, бетке барды ғой. Жеңінен сілкуге болмайды ғой. Енді болмағандықтан. Мектепте таяқ жемеген бала сияқтысың. 2015 жылы қарашада. Мектепте ұрады десең, қазір енді осы уақытта мұғалім ұрған дұрыс емес қой, әрине. Бірақ енді біздің кезімізде мектепте ұрады деп. Өзіміз таяқ жедік қой талай. Оны айтсаң, мүмкін емес. Ертегі ғой. Травмасы болып шығады. Сол қуғындарға шыдау, ертең елдің бәрі айман емес. Мысалы, мектептің директорлары ертең кет десе кетіп қалатын, мен сияқты артында барып отыра қалатын жұмыс отырған жоқ. Бәрі өкіметтің айлығына бағытталып. Батыс Қазақстанда бір жігіт бар тағы да. Батыс Қазақстанда мектепте жай ғана мұғалім босты. Ол жай ғана мектепте жай ғана мұғалім. Жаңа тіреп тұрған ешкімі жоқ. Бірақ сайлауды әділ өткізеді, өзі бақылаушы болады, кәдімгі белсенді бақылаушылардың біреуі, участоктерді аралайды. Бірақ соған ештеңе істемейді. Мен айтам, сен шығарып жүрме десем, мен қайтып шығаратынмын, өзімнің сабағымды жақсы білемін дейді. Мен өзімнің сабағыма өзіме сенімді адаммын дейді. Оны шығара алмайды. Шығарғысы келсе аман. Қазір тіпті ол аудандық мәслихатқа депутат болып жүр қазір. Шығарғысы келсе, ол енді шығарғысы келсе аман табады. Мектептің басшысына байланысты ғой, төзеді ғой демек. Мектептің басшысы. Жоғары жақтағы чиновниктің табандылығына байланысты ғой. Қойшы деп қолын сілтесе жүре береді. Менің мектебім директоры сол кезде 2015 жылы қатты қырысты, шығармайым деп. Бірақ ең соңында директор жұмыстан кетіп қалатын жағдайға жеткен кезде мен шығып кеттім. Өйткені білім басқармасы енді экс-вице-министрі Суханбердиева. Енді жаңа бағанан бері мұғалімдердегі кемшіліктерді айтып жатырмыз ғой, білім саласы болсын. Қазіргі таңда енді мұғалімнің мәртебесі көтерілді ме өзі? Салыстырмалы түрде. Жаңа Қазақстан орнағалы деп айтайықшы. Салыстырмалы түрдегі дүние ғой. Меніңше ақшасы көбейгеннен көтерілген болу керек шамалы. Ақшасы көбейтілді. Белгілі бір деңгейде бағанағындай мұғалім педагог мәртебесі заңында және мұғалімдарға жасалған біраз дүниелердің әсерінен бұрынғындай үй аралата алмайды, ағаш әктете алмайды деген сияқты дүниелердің бәрінен заңмен тиіп тастады ғой. Соның әсерінен оның сыртына мектептердің көбеюі, жекеменшік мектептердің көбеюі бәсекелестікті арттырды. Соның есебінен мұғалімдердің статусы салыстырмалы түрде 2010 жыл мектепке келдім. Сол 2010-нан 2015-тің 18-дің арасымен айтқан кезде 2018-ден бері қарай не қылды? 2019-да педагог мәртебесі туралы заң қабылданды ғой, 2019-дың соңында. Салыстырмалы. Екінші сұрақ. Кезінде арман қуып, жаңағыдай жоғарғы балмен
педагогикалык окуу орундарына түскөндөр қазір мысалы зейнетке шығып кетті. Иә. Өте төмен балмен әйтеуір бір диплом болсын, болмаса бір қалада жүре тұрайық, сосын көріп тұрамыз деген сияқты. Оның өзінде сіз сияқты түскен, бірақ кейін жұмыс істемей кеткен, басқа жұмыс тапса, жоламай кеткен. Иә, жоламай кеткен. Бірақ енді сол төмен балмен түсіп, әйтеуір бір диплом алып, сосын қайтадан мектепке болып, сол мектепке барғандар, қазір мысалы орта буындағы мұғалімдер. Онда олардың бұл нарықтан кетуіне әлі бір 10-20 жыл бар. Мұғалімдердің біліктілік тестілеуін неғылған кезде мен пәндік тестке статус қояйық деп айттым. Министрге ешқандай енді шамасы келмеді. Онда енді шумға барғысы келмеді. Өз пәнінен 80 балдан тест тапсырады. 80 балдан өз пәнінен. Егер мұғалім 40 алмаса, бұл дұрыс мәселе болар еді. Мұғалім орнынан кетсін. Сол кезде маған енді сол кездегі тізгін ішінде отырғандардың жауабы кадрды қайдан табамыз? Қазір бәлем мұғалім жетіспейді. Осын сұрайын деп отыр едім да. Мысалы, сол мәселені жаңағы қазіргі сабақ беріп жүрген мұғалімдердің біліктілігі мен білім дәрежесін мысалы Астанадағылар да біліп отыр ғой. Оны дамыту үшін мысалы өрлеу деген бір бағдарлама қабылдады. Жаңағы әр облыс өзінше бір бағдарлама қабылдап жатыр. Бірақ түп айланып келгенде әйтеуір бәрібір мұғалімдер мына жақпен келсе болады төмен жақтар әйтеуір сол қандай тест қойса да, қандай сынып қойса да өтіп алады. Енді жаңағы мысалы сізді қазір Түркістан облысының білім басқармасына қойса, жалпы Түркістан мысалға айтып отырмын. Мысалға ешқашан Түркістанға бармайды. Күштеп апарса. Ол майлап апарып қойса. Сол мұғалімдердің мәселесін мысалы қалай шешесіз? Өйткені бәрін жұмыстан алып тастасаңыз, дайын тұрған мұғалім жоқ. Екіншіден әлеуметтік шу болады. Өйткені ол жерде кемі 500 мұғалім көтеріліске шығады. Артыңыздан 1000 блогер арыз жазады деген сияқты. Бара қалсаңыз, қалай шешер едіңіз? Бармайым деп отыр ғой. Біріншіден бармаймын. Өткен жылы осы мектептің директорлығына кететін кезде мен бір облыстың әкімі, әкімнің бірінші орынбасары, әлеуметтік салаға жауапты орынбасары хабарласып шақырып, әкіммен сөйлесіп, білім басқармасының басшылығына келісім бергем. Түркістан облысы емес, басқа облыс. Кейін ана жағы естіп қойды да министрлік. Жолатпаңдар деген ғой. Министрлік қарсы болды сонда, иә? Жолатпаңдар деген. Жақсы болып бармайын дедім. Әкім орынбасары, әлі орынбасары енді кешірім сұрады, звондап. Кешір енді. Біз сені алғымыз келіп еді. Барып қалсаңыз не істейсіз мысалға? Сол енді барып қалсам деген соны мысал келді. Егер барып қалсаң, ол жерде бәрібір де белгілі бір деңгейде менің қазір қазбілім мектептерінің 9 мектеп бар ғой. 90% кадры менен кіші. Мен енді жасым 38-де, түрім оттай береді. Енді түрім кәрі болғанмен деп па. Деңгейі негізінен 30 жаспен тың айналасындағы мұғалімдер. Жас буын. Осы жас буын педагогикаға өте қуатты буын келді қазір. Өте бір мықты буын келді. Мысалы, қазір мен 8 мектебінде айлысы 7-ден жоғары, кемінде 10-нан астам мұғалім бар. Ағылшын тілінен сабақ береді. Ал мемлекеттік мектептен айлысы деген сұрақты сұрасаң, жарты мұғалім қашып кетуі мүмкін. Мысалы, сондай жас буынды мүмкіндік беріп, әр буынға, әр мектепте белгілі бір пайыз ұстады. Өйткені қазіргі министрліктің немнен ең үлкен қателігі жас маман, мұғалімға қабылдаудың категорияларын тізген кезде жас маман жұмысқа тұруға мүмкіндік жоқ та жерде. Өйткені стажына қарайды, категориясына қарайды. Керісінше жас маман деген энергия ғой негізі. Квота қойып тастау керек қой, иә. Осындай мектепте 35% міндетті түрде жас мұғалім болу деген сияқты. Сондай бір мүмкіндіктермен қуатты буынды тартуға болады деп ойлаймын. Өйткені қазір 2020 барғандар университет бітірді ғой, 24-те бітірді. 21 барғандар, 22 барғандар өте мықты буын педагогикаға барды. Енді сіз белгілі бір деңгейде жек көресіз ғой. Жек көрсеңіз де ол Аймағамбеттің неге жек көремін?
Аймағамбет жақсы көреді. көп сынайтын Оны қазір айтамын. немне қылып шешімдерінің бір оң шешімі да. Мен Сағадиевтің тұсында Сағадиевке кірген кезде айттым. Мұғалімдердің қосын осындай деңгейде түсіп бара жатыр. Сырттай оқытатын педагогикалық университет жабайық, дипломдалатын жекеменшік университеттерді жабайық. Мұғалімдік мамандықтарға басқалардан жоғары болу үшін олардың стипендиясын жоғары қылайық, педагог мәртебесі туралы заңды қабылдайық деген ең алғашқы ұсынысты Тараз қаласында блок құрылтайда мен беріп едім Сағадиевқа. Оны кейін Сағадиевтан Назарбаевтың тұсында Назарбаевтың тапсырмасы ғой негізі. Одан кейін Тоқаев қабылдады ол шешімді. Қазір авторлар мүлдем басқадан болып кетті ғой. Педагог мәртебе. Тура сол Сағадиев бірде-біреуін қабылдамаған, бірде-бірін алмаған. Бірақ ұлттық бірыңғай тестті тазартайық, ол кезде телефонмен, WhatsApp-пен тапсыратын ұлттық бірыңғай тест біртас. Кейін Аймағамбет келді, ұсыныстарын берген кезде көбін қабылдады. Дидар Смағұловты ұлттық тестілеу орталығының басшысына келіп қоюы ұлттық бірыңғай тестті бір жылда кәдімгі тап-таза емтиханға айналдырды. Қазір соңғы жылы қайтадан кері бұрылып бара жатқан өкінішті әрине. Мысалы, осындай шешімдер өзгертеді да білім немнесін. Демек қазіргі буын бәрібір енді ол пенсияға шықпайынша ол қалың құтылмайсыз. Ол жерде енді бәрібір 2-3 буында олар енді қашан зейнетке кетеді деп күтіп отырмай, жаңағыдай сіз айтқанда тест өткізсе болды емес па? Әр мұғалім өзінің оған саяси ерік жігері жететін. Қандай саяси ерік жігері бар уже? Саяси мәселе жоқ қой жерде. Жоқ, саяси мәселе бар. Мұғалімдер көтеріліп кетеді деп қорқамын. Сіз қазір мұғалімдер көтеріледі. Сіз жұмыстан босатыңызшы, сол күні көтеріледі. Жұмыстан босатпасаңыз көтерілмейді. Көп мұғалімдер жаңағы басшылықтың айтқанына қара жұмысын істеп жүретін мәселе сода ғой. Өйткені өзінің біліктілігіне, біліміне өзі сенбейді. Сосын қара жұмыс істей береді. Сондай мұғалімдер көтеріледі деп ойлайсыз ба? Өзін білмесе сенбесе жұмыстан босататын болсаңыз, бәрі жиналып алады да. Фактыны қоясыз ғой алдына. Жоқ, сонда қалай? Сонда зейнетке кетеді деп күтіп отырамыз ба? Тағы әлі бір 10 жыл, 15 жыл жұмыс істейді олар. Мысалы, менің ең қорқатыным, мысалы, қазір 40 жастағы, 45 жастағы, 50 жастағы мұғалімді қандай курстан өткізсең де дамымайды. Иә. Енді сіз осы жерде бір нәрсе айтыңызшы, сіз химиксіз ғой, жаңа іштеме алмайды деп отырсыз ғой. Химия өте қиын пән ғой. Осы Сағадиевтің бір бағдарламасы болды ғой. Химия, физика, математиканы тек қана ағылшын тілінде оқыту жөнінде. Сол сабылып, бүкіл мұғалімдер барып, ана облыстан мына облысқа барып оқыды, қаншама миллиард ақша жарылды. Не болды сол? Сол болып жатқан кезде мен Сағадиевтің өзінде ол 7 сыныптан бастаймыз деді. Біз қырылып жүріп 10 сыныпқа сырғаттық қой. 10-11-де 2-3 тілді оқытатын қылып. Кейін ода іске аспады ғой бәрібір. Сол кезде мен Сағадиевтің алдында отырып айтқан. Өзіне айттыңыз? Иә. Мынандай жерде мен отырмын, қатар отыр. Мындай жерде Соғанбердиев отыр. Міне Астананы басқарып келген білім басқармасының басшысы отыр дедім. Осы кісі айтсыншы. Астанада химияны ағылшынша беретін 10 мұғалім атап берсінші, 10 мектептің мұғалім. Егер 11-ші шықса мен кешірім сұраймын. Оны емес, бесеуді алмайды жатыр. Санадым мен, санап бердім алдында. Назарбаев зияткерлік мектебі, білім инновация лицейі, Нұрорда, жекеменшік мектеп деген сияқты. Ол кезде 2017 жыл ғой. 2017 жыл. Санап бердім. Енді айтыңызшы, 6-ға барғанда тоқтап қалдым. Айтыңызшы, қайдан табасыздар? Сосын 9 ай оқытып ағылшынша бергіземіз дейді. Егер бір мұғалімді 9 ай оқытып ағылшынша бергізетін деңгейге жеткізсең, балаларға 1-ші сыныптан бастап неге 11 жыл оқытып деп жаныңды қинап отырсың? 9 ай оқытып балаларға ағылшынша сөйлете тұстамайсың ба, сабақ бергізетін деңгейге жеткіземіз? Иә, онысы бір күлкі мазаққа айналып кетті ғой. Енді бірақ масқара бюджет бөлінді. Иә, қаншама ақша кетті. Енді Сәрінжіптің алдына кірдім, Сағадиевтің алдына кірдім, Аймағамбеттің алдына кірдім, Ғанидің алдына кірдім. Мен күреш ортасында 3 ай отырған күрештің алдына кіргем жоқ. Министрдің бәрін көрдім. Өкінішке орай Сағадиев пен Сәрінжіп біздің білім саласын бағана ғана шетелге барып келіп біздің халықтың жағдайын неге түсінбейді деп айтады. Тура, мүлдем түсінбейтін еді. Орта білімнің не екенін түсінбейтін еді. Барлық мектепті Назарбаев зияткерлік мектебінің деңгейімен қарастыратын еді. Аймағамбеттің ең үлкен артықшылығы осы процестің бәрін сен айтқызбай тұрып, сенен бұрын алдыңа түсіп жорғалайды да. Мәнде ғой, ауданда мына ауылға мында. Ол жерде мәна халықтың немене Аймағамбеттің бағанағы білім саласы туралап тұрған кезде Сәрінжіп пен Сағадиевтен кейін білім саласы кәдімгі бағанағындай парадокс шешімдер қабылданып таяқ жеп тұрған кезде келдіуіне
жаңа президент келді, педагог мәртебесі туралы заң қабылданды, мұғалімдердің жалақысы 4 жылда 2 есеге көбейді деген сияқты. Бірақ ана шешімдер шексіз жақсы көргізді. Одан кейін жекеменшік университеттерінде біразын жапты. Кейін енді қайта ашылып алды ғой. Біразын жапты. Сондай шешімдер халық шексіз жақсы көріп кеткеннен кейін. Ол енді былай қарағанда ол Аймағамбет немесе емес ғой. Тоқаев келе салған кезде бірінші маған мұғалімдердің мәртебесін көтеруге, айлығын көтеру керек деген мәселелерді Тоқаев бастап берген ғой. Оның алдында Назарбаев бастап берген оны. Педагог мәртебесін Назарбаев бастаған. Соны айтайын дегенім, сол кезде мысалы бір былай сөйлесіп отырғанда айтатын Аймағамбетовтің мысалы әр оқу орнында болмаса жаңағы әр өңірде жаңағы коммент жазатын бір командасы бар, қолдан жасап қойған бота фирмасы бар деп айтатын енді. Бірақ енді мен коммент істеп алғам жоқ. Өтірік шын екенін білмеймін. Бірақ комментарийға жазғанда тура сондай болатын да. Аймағамбет туралы бір материал шығардым ба, министр болып тұрғанда. Бірден оқылады, бірден талқыланады. Қызығы ана тақырыпқа келсін келмесін жаза беретін да. Енді мен жақын араласқан адам ретінде ақтап отыру емес, бағана Айманнан сұрасаңыз да, Мейіржаннан сұрасаңыз да, таза ондай немене жоқ екенін білем, жақсы білем. Сосын Аймағамбеттің тұсында бір жақсы жер, енді қазір ғой, мысалы менің постыма жұрт лайық басудан қашатын мұғалімдер. Жеке директорлар айтады, жақсы көтеріп жатырсың, мәселені көтерші дейді. Қашады. Аймағамбеттің тұсындағы бір дүние енді Мейіржандар өзіне корректура жасап суретін салып қояды ғой. Министрдің өзін сынай береді тұғын. Бірақ ашық жігіт. Мен жаңа Сағадиевті есіме түсіп отырды. Сағадиев енді білімге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын адам ғой. Бірақ сол келді де бәрін ойпан-тойпан шығарды ғой. Миллиардтар шашты. Сосын оның әкесі Сағадиев депутаттан кетті ғой. Мен есімде депутаттан кетті. Ол көп жыл саясатта жүрген адам ғой. 90-шы жылдардан бастап, Совет үкіметінің кезінен бастап. Сосын бертінге шейін жүрді. Назарбаевпен жеке қарым-қатынасы бар адам. Депутаттан кеткеннен кейін 10 күннен кейін ба, бір аптадан кейін ба Назарбаевтың қабылдауына кірді. Мен есімде. Баласы министр болды. Кірді, артынша баласы министр. Ертесі. Бұл не деген сөз? Бұл барды да айтты. Мен енді кетіп бара жатырмын, үлкен саясаттан да депутаттың бәрін қойдым, бірақ енді баламды министр қойсаңыз деп айтып өтініш айтып тұр ғой. Соны көрсетіп тұр ғой, басқаша не ол. Сонда бір адамның, жеке адамның өтініші бойынша аппаратта біреуді министр қоя салады. Көңіліне қарап та сол. Бұл не болып кетті сонда деп ойлайсың. Осындай адам басқарды ғой енді. Сол жаңағы химия, физиканың бәрі қалды ғой жайында. Қазір сол деңгейден төмендеп тұрмыз ғой. Қазір сонда бірден тоқтады ма, мүлдем тоқтады ма, ағылшынша оқыту деген мәселе? Тоқтады оны. Енді осының сұрауы қайда? Кезіндегі программалардың неге жүзеге аспай қалды деп ешкім сұрамай ма? Қайда мына программалардың нәтижесі де қайда деп ешкім сұрамай ма? Сұрамайды, сұраса ар жағы кімге барып тіреледі ғой? Дариғаға. Өкінішке орай бағанағы дүние ғой, сіз айтып отырсыз ғой, Сағадиев неге жауап бермейді деген сияқты. Бір реформа соңына шығу керек еді, бір нәрсе аяғына бару керек еді. Өкінішке орай енді қазіргі қабылданып жатқан жалпы мен қазір Назарбаевты сынайтындар көп кетті ғой. Негізі ең үлкен қателік қой негізі. Қазіргі Алтынбек Сәрсенбайұлының сөзі ме еді, уақытында айтылмаған шындықтың қадірі жоқ деген. Тура сол сияқты қазіргі министрдің тұсында қабылданып жатқан дүниелерге қоғам назар аударса екен деп ойлаймын да, мысалы. Қазіргі мысалы 2026-тан бастап жаңартылған бағдарламаны жаңартып кіргіземіз деп жатыр. Ол жерде химия, физика, биология үшеуі бірігіп жаратылыстану деген пән болады дейді. Дұрыс па? Қай мұғалім береді? Мен химикпін, мысалы үшеуін біріктіріп тастаса мен бере алмаймын ғой пәнді. Тағы да сөйтіп сонда бірдеме жасамақшы ма? Иә, мен кеше алдыңғы күні сараптама посттар жазып отырмын ғой. Дүниежүзі тарихы мен құқық бірігіп әлеуметтік ғылымдар деген пән болады дейді. Әлеуметтік ғылым. Енді жобаға келетін сияқты. Жоқ, тарих пен құқық. Келмейді ғой, екен қатысы жоқ. Біреу заң, біреу тарих қой енді ол аздан кейін. Біз құқықтық мемлекет боламыз десек, құқықтың сапасын арттыруымыз керек керісінше. Иә? Алгебра мен геометрияны қосып математика жасаймыз дейді. Жақсы, ол екеуінің мұғалімі біреу. Келтірейік. Бірақ химия, физика бір әдіскер сұхбат беріп тұр алдында. Химияның іші толған биология, биологияның іші толған химия, электр сымдарының іші мынау жалғаулар химия емес қой. Астрономия химия емес қой. Мен ертең мен мысалы физиканы бере алмаймын, мен биологияны бере алмаймын, мен таза химикпін.
Мысалы сондай шешімдер қабылдап жатыр да, мысалы қазіргі министр. Ертең сонда сен қайтадан жаңа өрлеу несіне барасың да, кәсіби біліктілігіңді арттырасың. 3 ай оқисам, енді 3 тілділіктің орнына көп тілділік келеді деді. Енді біз 3 тіл оқымаймыз, көп тіл оқимыз деді. Қытайша оқимыз деді. Француз кіретін шығар деп ойлаймын, ана Макрон келіп мектеп салып беру туралы әңгімесін айттық қой. Енді мына жақтан Қытай сұрайтын шығар. Сосын біздің мектептер мен тіл үйрету орталығына айланып кете ме деп қорқамын да. Базалық білімдерді біріктіресің да, қысқартып тастайсың. Неге біздің осындай бағдарламалар жыл сайын өзгеріп жатады? Жаңа бірдеме қосылып жатады, бұрын ананы алып біресе қосады, біресе ажыратады, бірдемелер жасалып жатады. Неге олай? Неге бір нәрсені бір қабылдап алып, сонымен бір 10 шақты жыл, 15 жыл оқытпаймыз баланы? Мысалы, Ресейді бар ғой, Ресейді қанша сынаймыз ғой, бірақ бұлар кейде байқап отырамын осыларын. Бұлардың ана білім жүйесінде бір тұрақтылық бар да. Енді ана пропагандасын былай қойғанда. Оларда бір тұрақтылық бар, тіпті ғылымда да сондай тұрақтылық бар. Бір саламен айналысады, сол саланы соңына шейін шығарады. Бізде жыл сайын бірдеме өзгереді. Химия мен биологияны қосып отырады, бір күні оны ажыратып отырады. 2017 жылы көркем еңбек деген пән ойлап шығардық. Технология деген пән мен сызу деген пән болды ғой. Екеуін қостық та көркем еңбек деген пән ойлап тапты. Былтырдан бастап бөлді. Дұрыс болмапты деп. Дұрыс. Білім саласында дұрыс болмау енді Сара Назарбаевадан басталды ғой, өзін танумен сондай бағдарлама болды ғой. Ойбай болды, сабақ болды біраз, балалардың бәрі су құйып үстіне. Оны факультеттер ашылды ғой. Факультеттер ашылып, жұрттар диплом алды одан. Диплом алып, кәдімгі ана қай жыл таратып жатыр осы өзін-өзі танып. Сол кезде жұмыссыз қалды олар. Қаншама мұғалім жұмыссыз қалды. Бұл мәселенің бәрі негізі білім саласы, саясаттан да, басқадан да аулақ өзі бір сала болу керек қой негізі. Өкінішке орай ғой енді қазір білім мен ғылымды екіге бөліп тастағанда мен түсінбеймін, қабылдай алмаймын өзім. 2 министр. Бар жоқ 20 миллион халыққа 2 министрлік керек пе? Енді қазіргі министрдің істеп жатқаны тіптен түсінбеймін. Çünkü неге ол бір министрге тәуелді болады, сол өзгерістердің бәрі. Бір министр келсе, ертең бұл кетіп басқа біреу келсе, бірден жақсара бастайды. Неге сонда бір адамға? Басын жекеменшік мектеппен бастадыңыз ғой. Жекеменшік мектеппен нүктесін қойып берейінші. Бағанағы ақша бюджет игеру деп жатырсыз ғой. Осы жекеменшік мектептер, сіз мемлекеттік мектептің директоры, мен жекеменшік мектептің директоры болсам, мынандай жағдай қалыптасқан. Мына кісіге барамын да, маған новыдыма 20 оқушы лақтырып бер, мен оның ақшасын алып отырайын. Әрғай саған чапкіңді берем. Деп әр айда 20 оқушы бүйтіп ауыстырып ақша тауып отырған жекеменшік мектептерде болды. Сол сіздің облыс жақта көп болды. Соны Аймағамбет келген кезде шешім қабылдады. Оқушылар тек қана 90-ның үзілісінде ауысады деп. Ауыстыра алмас үшін. Жекеменшік мектептер, мемлекеттік мектептер коррупция жасамас үшін. Мына министр келді да қысқарта салды. Бәрін сызып салды. Қазір кез келген күні ауысып жүре бересің. Сол бір ғана нені өзгерткені көп нәрсеге әсер етеді. Әсер етеді. Бұндай шешімдер өте көп та. Мысалы, 2 аптаға қысқартып тастау, оқу жылын 2 аптаға қысқартып тастау. Бүкіл қоғам шулады. Мен қабылдағам жоқ мысалы. Әлемде ең аз оқитын мемлекеттің біріміз біз. Сағадиев алды да 6 күн оқитынбыз ғой. 5 күндікке түсірді. Жұрттың бәрі ура дейді да. Сол кезде 34 оқу күні жоғалып кетті бір жылда. 34 күн сабақ қайда кетті деген сұрақ жоқ та. 34 күн оқитын тақырып қайда кетті? Ана тақырыптың ішіне сіңіріле салды. Сіз қараңыз, әлем 12 жыл оқиды. Біз 11 жыл оқимыз. Әлем бір ауысым толық күн оқиды. Біз жарты күн оқимыз, оның емес одан да аз оқимыз. Әлем орташа 180 күн оқиды. Ең ұзақ 220 күнге дейін оқиды. Біз 157-те 159 күн оқимыз. Бірақ әлемдік орта білімнің стандартын виза өткізу үшін біздің дипломдар, аттестаттар жоғары оқу орындарында біздің балалар түсе алу үшін, шетелге түсе алу үшін әлемдік стандарттағы бағдарламаның бәрін. Енді ойлаңыз, әлемнің былайын айтқанда 7 күн жейтін тамағын сізге 5 күнде әкеліп беріп отыр да, сізге денсаулығың жақсы болсын деген әңгіме айтып отыр да. Сондықтан да оқу жылын ұзарту шешімі осыдан шықты ғой. Жүктемені кішкене азайтайық. Бір министр келеді,
алдыңғы министрдің істеген тірлігін жоқ. Жаңадан жасау керек бәрін. Ал онлайн деген шықты, сосын ол қалай? Қит етсең балаларың үйінде жатады. Не болды десең, онлайн бізге дейді. Онлайн ешкім сабақ оқытқан көрмейсің ше оны. Онлайн деген өтірік қой енді. WhatsApp-та оқу деген сияқты. Қит етсе, ауа райы бұзылса онлайн оқып жатыр. Мектепке комиссия келіп жатса онлайн оқып жатыр дейді. Онлайн оқып жатқан балаң шағын. 12 жыл мектепте оқыған баламын ғой. Бір күн суыққа байланысты атмен болып деген нәрсені ешқашан естімеген екенмін. Бардық қой талайды боранның кезінде. Өте суық жерде оқыдым мен. Менің енді Шинжаңдағы ең суық жердің баласымын. Естімеппін. Қазір сәл суық болса, сәл жел болса, былтыр Қызылорда мен Шымкентте онлайн болды. Таң қалдым мен. Күн суық дейді да. Енді жарайды Астана, Солтүстік Қазақстан. Енді білім саласының жыры көп. Қазір жақын уақытта реттеледі деп үміттенбеймін. Көңіліңіз пәсейіп қалған сияқты шамалы, түсіп қалған сияқты әңгімеден кейін, жұрт маған айтады да енді. Сен немене сабағыңды беріп, ғылыми атағың да бар, бәрі бар. Жүрмейсің ба? Жүрмейсің ба дейді да. Мен айтамын да. Қазақ болам деп келдім ғой. Балаларымды қазаққа өсірем деп келдім. Сонша келген кезімде бүкіл жайлы ортамды тастап. Ата-анам едәуір ауқатты қазақ. Соның бәрін тастап, бүкіл туыс-туғанды тастап, келген кезде орыс болып келсең, қорлық қой. Өкінішке орай қазір мен бірінші екінші балам тілі балапанмен тап-таза қазақша шығып еді. Соңғы балам тілі өзім шошып жүрмін, өйтпесе отбасымда орысша сөйлейтін, ағылшынша сөйлейтін адам жоқ. Неге? Балабақшадан, телефоннан. Бұл бәрін жасайтын оқу ағарту министрлігі ғой. Мүлдем енді үмітсіз болмайық, бір үміт бар шығар әйтеуір. Әңгімеміз тіптен соңғы жағы пессимизмге қарай кетіп жатыр. Бір министр кетсе, екінші келер, әйтеуір бір түзелер енді. Бізге келіп уақыт бөліп, арнайы келіп, осындай пікіріңіз айтып отқаныңызға рахмет. Көп. Біраз уақыт болып қалды, біз дөңгелентіп қояйық бір рет. Жақсы, онда. Жақсы, сау болыңыздар.